Аумин, аумин, Тұрғаш әпше. Мінекей, базардың шыршасы. Базардың шыршасы. Достық сауда алын дейді. Нардан алма-палма бірден алайын деп баратырман. Намазшамда жамағаттан оқып шықтым ғой бүгін. Ой, қандай рақат болды десейші. 27 сауап. 27 сауап. Ол әшін айтылып тұрғаны ғой ол. Бір алла біледі оны қандай екен. Кешкі базарды түсіріп қояйын сендерге. Кешкі базарды түсіріп қояйын. Нардан кіреміз. Общем, астындағы. О, бәрекелді. Жұрттар әлі қайтпаған. Намазшамның уақыты өп кетті уже. Ох, мына жақтың жып-жылысына әдемі рахат екен, ә? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Міне. Мен білмейтін, танымайтын бір өтте көп нәрсе бар еді ғой, ә? Мынау қоңыр не еді, мынау қоңыр? Кокос. Кокос қаяқтан келеді? Вьетнам, Қытай. Вьетнам, Қытай, мынау. Дракон, ол да сияқты. Ат не? Дракон фрут. Дракон, мынау. Манго. Манго? Ол қайдан келеді? Вьетнам. Тайвань. Мынау ше, мынау. Дәу. Грейпфрут ана. Жоғарыда ғана сеткінің ішінде тұрған ол помело. Қаяқтан келеді? Сол Қытай. Қытай? Мына мандарин? Қытай болды, 1200. Қытайдікі мынау. Болгарка, алматинский, груша. Қой, Алматынікі ма? Иә. Бұл жігіт алдамайды енді, сенеміз толықтай. Мынау мандарин тоже, Қытай, е? иә. Қытай, мынау. Ол да Қытай. Мынау. Ташкент. Ташкент? Құрма. Қытай? Қытай. Ей, Ташкент деп айта берсей. Нанар ше. Ол да Қытай. Мынау. Ол Египет. Бұл не бұл өзі? Апельсин. Апельсин ба? Алма. Алма алматинский. Өзіміздің шетелдікі ғана. Алматы екеуі де қызыл да сарысы. Аха, мыналар. Олар да барлығы. Бәрі Алматы ма, Қытай ғой, ә? Алмалардың барлығы Алматы. Алматыдан келіп жатыр ма? Қытай сияқты ол. Огурцы, помидор, Ташкент ба? Иә, Түркменстан екеуі. Түркменстан? Ой, Алла. Мына розовый ше? Розовый. Жүзімдер? Кетем қазір. Тәжік, банан, Эквадор. Эквадор? Клубника? Клубника ол Египет. Египет, мынау қасындағы? Бұл не бұл? Голубика ғой, бұл қаяқтан келеді, бұл қазір көреміз. Айтасыз, бірлік жаңғырған деп. Мынау ше мынау, атақты жүзіміміз. Перудан келеді екен бұл. Перудан келемеген қара. Мынау ше? Мускат Қытай ғой. Мускат Қытай, ә? Анау киви? Ол да Қытай ма? Иә. Сайт Мұрат деген бауырым. Иншалла, бәрін жатқа 5 деген баға қоям.